Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қант қосылмай жасалатын, өте тез дайындалатын десерт жасаймыз. Жаз мезгіліне арналған, үлкендер де, балалар да сүйіп жейтін керемет үй жағдайында жасалатын балмұздақ десе де болады. Десертімізге қажет заттар: банан, сүт, какао, бал. Құрамына қосылатын заттардың мөлшері описанияда жазылған. Бірінші бананымызды алып, тазартып, ұсақтап турап аламыз. Ыдысымызға туралған банандарды, какаоны, сүтті, балды саламыз. Барлығын бір келкі қылып блендермен араластырамыз. Барлығы езіліп, сұйық күйге түсуі қажет. Дайын болған десертімізді контейнерге құйып, мұздатқышқа 30 минутқа қатырып аламыз. Десертіміз дайын. Кез келген әдемі ыдысқа салып, жеміс-жидектермен әсемдеп, жақындарыңызға ұсынсаңыздар болады. Видео ұнаса лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.